Әже, сіз не істеп отырсыз? Kızım, мен деген құрт жасап отырмын. Көрдің бе? Андағыдай Құртты неден жасайды? бұл сүтті пісіреміз, оны ұйытамыз айран қылып. Айранды қайтадан қайнатып, оны сүзіп аламыз. Сосын осындай құрттың нелері пайда болады, сүзгесін қоюланып қалады да, осыны мынандай пішіндерге келтіріп, домалақ пішін, сопақша пішіндерге келтіріп, кептіреміз мінекей қызым, мына құртты. Құрт деген өте пайдалы, қазақтың ұлттық тағамдары, бұл деген денсаулыққа да пайдалы, оны жеп тұру керек. Апа, наурыз көже жасауға дайындалып жатырмын. Жасай ғой, балам, жасай ғой. Бар қызым, анаңа көмектесіп қайта ғой. Бүгін көмектесу керек. Анашым, бүгін үйге көп қонақтар келе ма? Әрине қызым, бүгін наурыз мерекесі, үйге көптеген қонақтар келеді. Біз сол қонақтарға наурыз көже дайындайық. Мен де көмектесейінші. Жарайды қызым. Наурыз көжеге 7 түрлі дән салынады. Алдымен наурыз көжеге су керек. Одан кейін сүрленген етті саламыз. Және де май саламыз, күріш, сүт құямыз, тұз саламыз, және де бидай саламыз. Осы 7 түрлі дәнмен наурыз көжеміз дайын болады біздің. Мен текемет жасап отырмын, қазір қонақтарға сыйға береміз. Қазір біздің үйімізге қонақтар келеді. Бұл қазақтың аман мерекесі, көрісу мерекесі. Қонақтарға біз мына әдемі текеметті сыйға береміз. Әже, қандай керемет бою. Мен де көмектесейінші. Байтақ кең даламнан аманат болып қалған ер баламнан Жыраным қандай, ұраным қандай, қыраным қандай, сыңғаған ажарлы таңдай, арманы балдай, ұл қызы қандай көрісіп жатырмыз. Наурыз, мынау ұлыстың ұлы күні. Наурызда келдік. Осы ата дәстүріміз, салтымыз көрісу. Қызым, текеметті алып кел. Дастарханымыздың асын қайырайық. Ұлыс құтты болсын, ақ мол болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Барлығыңызға жаңа жылда жаңа табыс, бақыт тілеймін. Аумин.